Саламатсыздар ма оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы шаңғы спортының түрлері. Шаңғы спортының 7 түрі бар: биатлон, тау шаңғысы спорты, шаңғы жарыстары, шаңғыда бағдарлау спорты, шаңғы мен трамплиннен секіру, фристайл және могул. Шаңғышының құрал жабдықтары, яғни шаңғы ағаш және пластиктен болуы мүмкін. Шаңғы таяқтары ағаш, бамбуктан және алюминий шыны пластиннен болады. Шаңғы жүрістері, яғни классикалық алма кезекпен және бір мезетте болып екіге бөлінеді. Шаңғы жүрістері алма кезек 2 адымды жүріс. Мына суретте алма кезек 4 адымды жүріс. Бір мезетті қадамсыз жүріс бейнеленген. Шаңғымен биікке көтерілу ақырын адыммен шыршалы, баспалдақты және жартылай шыршалы әдісі қолданылады. Төменге қарай сырғанау кезіндегі тұрыс, яғни негізгі бұрышта сырғанау, төмен бұрышта сырғанау, жоғары бұрышта сырғанау, демалыс бұрышында сырғанау. Шаңғыны тежеу тәсілдеріне, яғни соқалы тежеу және тіреу арқылы тежеу жатады. Қозғалыстағы бұрыстар аяқта кезек салмақ салу, соқалы, тіреулі және қатар шаңғыда болып бөлінеді. Назар аударған